материалдық жағдайын қанағаттандыру үшін құрылған коммерциялық емес ұйым. Одан кейін бұған ешқандай лицензия керек емес мемлекет тарапынан. Өйткені бұл коммерциялық ұйым емес. Біз жеке адам пайда табу үшін құрылған ұйым емес. Біз бәріміз ақшамызды ортаға салдық, бір дүниені жасадық, содан түскен пайданы бөліп алдық. Заң осыны меңзетті. Біздің Қазақстанда кооперативтер өте көп. Кооперативтерді зерттеп көріңіздер. Көп кооперативтердің басшылары қазір сотталып кетті. Отыр, тексерістер жүріп жатыр. Өйткені бір адамның ақшасын алады да бір адамға ұялып бере береді. Кезекті юбканы былай шыққанда пирамиданы өсіре береді. Ешқандай кәсіппен айналыспайды. Бір адам үй алу үшін 3 адам ақша салу керек. 1000 адам үй алу үшін 3000 адам үй салу керек. Сонда 1000 адам үй алады, 2000 адам кезекте тұрады. А енді 2000 адам үй алу үшін қанша адам керек? 6000 адам керек. Сөйтіп ол тоқтап қалды. Адамдар шулай бастады. Ақшаларын сұрай бастады. Содан кейін кооперативтерді тексеру басталды. Біз де соны тексеруге жаңағындай іліндік. Біз тексеруден өттік. Бірақ біздікі оларға ұқсамайды. Біз заңды басқаша түсінеміз. Жаңағы заңды адамдардың материалдық жағдайын қанағаттандыру үшін деген заңды біз ақшамда ақшаны салу керек. Значит, одан бір нәрсені өндіруіміз керекпіз. Содан түскен пайданы бөлуіміз керекпіз. Ертең ортадағы ақша ол өзінің жаңағыдай қалпын сақтап тұру керек. Немесе ол товар күйінде тұру керек. Немесе ол ақша күйінде тұру керек. Ол жоғалып